Сәлем достар, бүгін сіздермен біз баланы қалай емшектен шығару керек, сол туралы сөйлесетін боламыз. Баланы емшектен әсіресе біріншісінен кейін екіншісіне екіқат болып қалған жағдайда мәжбүрлі түрде емшектен шығарамыз, иә. Осындай кезде қандай нәрселерді ұстануымыз керек, қандай дүниелерді білуіміз керек. Біріншіден баланы мүлдем танымайтын, бір-екі рет көрген ата апасына апарып тастауға болмайды. Мысалы, бір-екі рет көрген ұзақ туысқаныңызға апарып тастауға болмайды. Баланы емшектен шығаруым керек деп. Баланы өзі танитын, өзі күнделікті көріп жүрген әжесіне, күйеуіңізге, болмаса бір туысыңызға берсеңіз болады сол күні. Емшектен шығаратын күні. Сол емшектен шығаратын күні балаңызға мүлдем көрінбейсіз. Балаңыз аз көрінбесеңіз, тиісінше бала емшекті де іздемейтін болады. Мама қайда деп іздейтін болса, сіз басқа бөлмеге кіріп кетуіңіз керек, болмаса туалет ваннаға болсын тығылып қалуыңыз керек. Сол кезде қасындағы туыстарыңыз, таныстарыңыз ба, күйеуіңіз ба бір табыстаған, сол баланы табыстаған адам мама жоқ, міне мама жоқ, мама жоқ деп, мама кетіп қалды деген секілді нәрселерді айтып алдау керек. Әрине кезде бала ыңырсиды, жылайды, сізді қатты шар құрып іздейді. Себебі балаға тамақ керек, емшек керек. Әбден үйреніп қалған оған. Осы кезде далаға шығып кетіп, барынша баланың көзіне көрінбеуге әрекет жасауыңыз керек. Жұмыста болсаңыз, жұмыста біраз уақытқа дейін қалып деген секілді осындай дүниелер болу керек. Бала ұйықтайтын кезде ыңырсып, жылап, балаңыз табыстаған адамыңыз қарап, сөйтіп баланы алдандырып сөйтеді ғой, енді ыңырсып, жылап, біраз сізді іздейді. Түні бойы көрінбеуіңіз керек. Күні бойы көрінбейсіз, плюс түні бойы да көрінбейсіз. Балаңыздың қасынан ұйықтамайсыз. Балаңызды өзін басқа адамға табыстайсыз. Сөйтіп, ол адам түні бойы балаңызға қарап шығады. Түнде де ол бірнеше рет оянады, мамалап іздейді. Ол кезде басқа бөлмеде жатып, естімеген адам құсап жата бересіз. Болмаса бір бөлмеге кіріп, светті өшіріп қойып, мен жоқпын деген секілді балаңызды тығылып жүресіз. Шкафқа тығылып қалсаңыз да, айтып жатырмын ғой, туалет ваннаға тығылып қалсаңыз да, осылай тығылып жүруіңіз керек болады балаңызды. Сөйтіп, балаңыз сізді іздейді, таба алмай, түні бойы жыласа да бармайсыз балаңызға. Келесі күнінде солай мүлдем үйден шығып кетсеңіз болады, келесі күні жұмыста болсаңыз жұмыста кешке дейін, болмаса далада жүрсеңіз болады, болмаса басқа үйге бара тұрсаңыз болады деген секілді. Осылай бір күн, бір түн, тағы да бір жартылай күн, тағы да бір екінші күн өткеннен кейін бала түнде, екінші күнгі түнде бала сізді іздемейтін болады. Яғни емшекті іздемейтін болады. Сіз қасыңызда боласыз, бірақ емшекті іздеген кезде сіз оған печенье ма, нан ба, су ма, сол емшекті ауыстыратын бір затты бересіз. Айран берсеңіз де болады, мысалы, іше ғой деп. Ол қатты бір күн өткеннен кейін бала үйренісіп қалады емшек ембетінге. Ол бір түн ембеді ғой. Айран ішіп, болмаса сүт ішіп, су ішіп жата салады. Құшақтап ұйықтатсаңыз, тербетіп ұйықтатсаңыз да болады ол кезде. Қайта-қайта түнде тұрғанда да сол айранды, сүтті, суды берсеңіз болады. Міне, осылай емшектен шығарамыз. Ал егер сіз балаңызға бірінен кейін екіншісіне екі қат болмай мәжбүрлі түрде емшектен шығару керек демесеңіз, баланы постепенно, яғни жайлап емшектен шығаруға болады. Бұл кезде баланы біз қалай емшектен шығарамыз? Бұл кезде біз баланы күндізгі емуін сиретеміз. Мысалы, жұмысқа шығып кетсеңіз, ол түсінікті жағдай. Сіз мысалы түсте келетін болсаңыз, түсте ғана еміздіріп кетесіз де, арғар кешке еміздіресіз. Осы түске дейінгі уақытта еміздірмейсіз деген секілді, кешке дейінгі уақытта еміздірмейсіз деген секілді. Болмаса түсте келе алмасаңыз, азынан кешке мысалы жұмыста болсаңыз, онда кешкісін ғана еміздіріп жүресіз. Түнде еміздіресіз. Ал егер де жұмыс істемейтін үйдегі ана болсаңыз, онда балаңызды аузына көп емшек тоспаңыз. Осылай түсте, кешке, түнде ғана еміздіріп жүріңіз, болды. Осылай бір айдай осылай жасап жүрсеңіз болады. 1-2 ай болмаса, емшектен шығару ойыңызда болса егерде. Солай түсте еміздіресіз, кешке еміздіресіз,
түнде еміздіресіз болды. Одан кейінгі 1-2 ай өткеннен кейін сіз түсте еміздірмейсіз, кешке ғана, түнде ғана еміздіресіз. Тағы бір 1-2 ай өткеннен кейін сіз кешке еміздірмейсіз, тек қана түнде еміздіресіз. Осылай бір арада 1-2 ай болмаса бірнеше уақыт өткеннен кейін сіз түнде де еміздірмейтін боласыз. Жоғарыда айтқанымыздай, алдында айтқанымыздай, сіз ол жаңа емшекті жайлап сумен, болмаса айранмен, болмаса нанмен, нан берудің қажеті жоқ енді. Сүт, айран, сондай бір тез қорытылатын тағам болу керек та, себебі бала ұйықтайды ғой. Сол себепті су, айран деген секілді осындай оңай қорытылатын тағаммен беріп емшек сүтін алмастырсаңыз болады, егер түнде бала жылап емшекті қатты іздеп кетсе. Достар, осылай баланы емшектен шығара аламыз. Осындай мен ұсынылған методтар бойынша, тәсілдер бойынша балаларыңызды емшектен шығарып көріңіздер. Егер видео ұнаса, жазылыңыздар, себебі сіздерге әлі де талай пайдалы видеолар болады. Ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментке пікірлеріңізді аямай жазыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.